Армысыздар, құрметті қонақтар. Міне жаңа ғана телекөпірден көріп кеткендеріңіздей, бүгін біз Мұхтар Әуезовтың шоқтығы биік шығармаларының бірі Көксерек әңгімесіне шағын ғана сұхбат жүргізіп кетсем бе деп едім. Ал олай болса, әр топтан үздік белсенді деген 4 баланы ортаға шығарсам, шығарманы түсіндіріп деген адам. Олай болса бастайық. Бірінші сұрақты қояйық. Неліктен шығарманың қалай шыққаны туралы, тарихы туралы неліктен бұл шығарма қасқыр жайлы болды, шығу тарихы туралы кімге? Осы шығарманың шығу тарихы ол күнтізбемен байланысты. Осы күнтізбені Мұхтар Әуезов атамыздың әйелі Валентина Әуезова сыйға тартқан болатын. Және де осы күнтізбе Мұхтар Әуезов атамыздың жұмыс істерінде тұратын. Сол жерде қысқы түн, қасқырлар мекені және де ар жағында ауылдар көрініп тұратын. Осыған көп үңіліп, осы әңгімені жазды деген мен мақаланы көріп оқыдым. Иә, келесі сұрақ, дұрыс жауап. Келесі сұрақты қоя берейін. Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Қалай ойлайсыңдар? Бұл сұраққа мен жауап беріп кетсем, Құрмаштың өліміне адамдардың өзі кінәлі. Өйткені қасқырдың тұстағысы екен біле тұрып, аңшылардың өзі бір бөлтірікті қалдырып, оны ауылға келіп Құрмашқа берген адамдардың өзі кінәлі. Иә, толық жауап берді деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Көрермендер тарапынан ойларыңыз болса, кейбір уақытта тіпті пікіріне қосылмай қалатын уақыттарыңыз болады. Қарамасаңыз, қандай сұрақтарыңыз бар екен? Осы көксерек шығармасында сіздерге қай кейіпкер бар және қай жағын? Кім жоқ осы сұрақ? Мен Абай. Бұл көксерек шығармасында маған ұнаған Құрмаш болды. Себебі Құрмаш ол өте жаңағы ит асырағысы келетін өте жақсы зерек бала болатын. Ол көксеректі ит сияқты баққысы келіп, бірақ соңында бәрі жаман аяқталды. Сондықтан Осы тағы бір сұрақ қоя кетсем деп едім. Құрмаш бөлтірікті не үшін асырап алды? Бұл сұраққа мен жауап берсем, Құрмаш бөлтірікті асыраған себебі ол кезде ауылда барлық балалар өз иттерін жекпе-жекке шығарып ойнайтын. Сол кезде Құрмаштың иті де күшігі де болмады. Және ол кезде Құрмашты мазақтайтын. Сол кезде көксеректі ауылға келген кезде Құрмаш Жұмашқа қайтарғысы келіп көксеректі... Ол кезде балалардың ит жекпе-жегіміз таласты. Әр заманның балалардың өзінің ойыны болады. Сол кезде Құрмаштың да арманы сондай бір керемет мықты ит болса екен, сондай армандаған екен, иә? Келесі сұрақ. Қасқырды қолға үйретуге бола ма? Осы шығарманы оқу тұрады. қасқырды қолға үйрету мүмкін емес, ол ежелден келіп жатқан заңды деп айтсақ болады. Оған бір мақал мәтел айтып кетсем, қасқырды қанша бақсаң да ұрлан барып ойды. Қасқыр деген жаратылыс, ол ерекше жаратылыс, сондықтан оны қолға асырау мүмкін емес, ол ешқашан адамға мойынсұнбайды және қасқыр сияқты текті жануар, ол адамға ешқашан бағынбайды. Мысалы алатын болсақ, қазіргі цирктерде ешқандай қасқыр өнер көрсетпейді. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ апай. Жалпы табиғатқа шабуыл жасау, оның тылсым тыныштығын бұзу мәселесіне қалай қарайсыңдар? Көзқарастарыңызды білсеңдер. Мен айтайын ба? Менің ойымша бұл дұрыс емес. Себебі біз табиғаттың тәтті жемісін жейміз, бірақ оны қайтарғанды білмейміз. Табиғаттың заңдылығын бұзу әрбір заң сияқты қатаң жазаланады деген ойдамын. Осыған шығармада мысал келтірсек, мәселен, адамдар бөлтірікті алып табиғат заңдарын бұзу кесірі Құрмаштың өліміне алып келді. Бұл соңғы сұрақ болады. Көрермендер тарапынан сұрақтар бар ма? Мен сұрақ қойып өтсем. Ақырке. Мен сұрағымды Гаухарға қойғым келеді. Көксерекке сипаттама беріп жіберсеңіз. Көксерек алған еді, оның бой бітімі ұзара береді, бірақ түртқыдай қатты ұзарған жоқ. Уақыт өте келе ол қасқыр бітімді бола береді. Оның мінезіне келер болсақ, ол ешқашан соғысты өзі іздемейді. Тек қана әжесі мен Құрмаш шақырғанда ғана келетін. Ол кезде де тез келмей құйрығымен бұраңдатып әрең келетін. Және де оны татусыз, яғни суық деп айтуға болады. Көксерек кішкентай кезден арман болатын, оның көздері жасыл және Ауылдан 3-4 күнге қашып кеткеннен кейін, ол басқа ауылдың малын жейді. Ол қай ауыл болады? Ол Ашкөлдің солтүстік жағасындағы 5-6 ауылдың малын ұрлап жейді. Құрметті Құрмаш, мен осы әңгімені оқыған кезде сені үніңде көрдім. Бірақ әңгіме аяқталған кезде көзіме жас алдым. Сенің осылай әңгіменің аяқтала
болатынына сенің ешқандай күнәң жоқ. Егер де сен осы кезде әжеңді не үлкен адамдар тыңдаған кезде сені жарқын болашақ күтіп тұр еді. Сәлеметсіз бе апа, қырмашызды қанша жақсы көрсем де сізді сонша жақсы көремін. Кейіпкерлердің арасында сізге ерекше бауыр басып қалған болатын. Бұл әңгіме өмір бақи есімнен шықпас. Көксеректің кездесуі кездейсоқ емес, бәрі тағдыр. Ол бізге табиғат заңдылықтарын бұзған салдарын көрсетті. Апасының денсаулығыңыз қалай, қайғы оқиғалар сізге әсер еткен болар. Кінәліні іздемеңіз, өзіңізді кінәлі деп есептемеңіз. Бұл сезім сізді іштей жеп қояды. Сіз өміріңіздің соңғы кезеңін бақытты өткізсеңіз, Қырмашты бақытты болар еді. Бұл бағдарламаға бір жақсы ешқандай интернет керек жоқ. Балалар қарайсыз. Бір минут біз кликер сәйсін пайдаландық. Бұның бір жақсы жері ешқандай интернетте керек жоқ екен. Неліктен есімде бірінші сұраққа Асен ғана қателесіпті, қалғанымыз 100% жауап бердік. Мұхтар Әуезов туралы 95% біледі екенбіз. Драмалық шығармасын 90% біледі екенбіз. Мұхтар Әуезовтың әңгімелерін тануын 100% біледі екенбіз. Көксерек әңгімесі туралы 100% біледі екенбіз. Бір минут тыңдаймыз. Біздер Шалғай ауданынан, осы Алматы облысында Батыр Райымбек ауданының бұрынғы қазіргі екі аудан бөлінді. Кеген аудан деген, Көлсай, Қайынды деген көлдерде естігендеріңіз бар ғой, иә? Өте тарихи мекен, сол Кеген ауданынан келіп отырмыз. Арнайы сіздердің мектеп көрейік, оқушылардың қарымын байқайық деп келгенімізге және ризамыз. Бұлар 7 сыныптың әдебиет пәніне қатысып, апайдың сендердің еңбектерінде білімге құштар екендіктерінде, өздеріне жақсы талап мақсат қоя білгендерінде, ізденісте жүргендерінде, тек қана оқу материалымен бар ресурспен шектелмей, тыңнан деректер іздеп, журналистік зерттеу жасап, сабақты әдіс тәсілдермен түрлендіріп, шын ғылымға ғашық балалардың тірлігін жасап жатқандарына қуанып қалдық. Әйтпесе орындаушылық көп бізде. Біз де әр мектептерде сабақ береміз, сендер сияқты біздің де өте дарынды жақсы оқушыларымыз бар. Бірақ көп жағдайда біз алдымыздағы материалдан аспай қалатын жағдай болады. 40 минуттар көрмей қалатын жағдай болады. Ал баланың бәрі дәл сендер сияқты ғылымға ғашық болып ынтығып тұрса, ғылымның шегі жоқ. Солай ма? Шекарасы жоқ. Сондықтан сендерге рахмет айтқым келеді.